Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгін кешкі асқа дәмді нан салма тамағын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, әрі тойымды тағамдардың бір түрі. Ең алдымен картоп, сәбіз, помидор, пияз және тәтті бұрышты дәл видеодағыдай турап алатын боламыз. Екі чеснокты майдалап турап аламыз. Қызанақтарды да кубик тәріздес етіп, үлкен-үлкен етіп турап аласыздар. Қызып тұрған қазанға майды құйып, етті салып, паприка, дәміне қарай тұз, кинзаны салып, жақсылап қуырып аламыз. Чеснок, пиязды салып, қайтадан қуыратын боламыз. 15 минутқа бетін жауып қоясыздар. 15 минуттан кейін бетін ашып, помидор және картоп, сәбізді, перецті салып, қайтадан қуырып аламыз. Қуырып болған соң, бір ас қасық томат салып, қайтадан қызартырып қуырамыз. Бетін жауып 30 минутта жай отта пісіріп аламыз. Қайнаған суға тұзды және жайма қамырымызды салып, пісіріп аламыз. Қолдан жайсаңыздар да болады, мен бірақ дүкеннің қамырын пайдаландым. Қамырдың бетіне салманы саламыз. Қамырдың арасы жабысып қалмау үшін арасын осылай ожаумен ашып аласыздар. Тағамның бетіне көк пиязды салып, дастарханға ұсыныңыздар. Қазақша каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.